Баяғыда бір қатыгез хан өмір сүріпті. Жұрт одан жасқанып зәресі қалмайды екен. Бір күні ханның құлағына алдар көсе бәрін алдын ала болжайды деген хабар шалынады. Хан алдар көсені шақырып алып, «Ей, сен жұртқа көріппелмін деп мақтанады екенсің. Мен сені ауа райын болжатып қояйын. Бірақ есіңде болсын, егер бірде-бір рет жаңылыссаң, басыңнан айырыласың». Бұл оңай жұмыс емес қой. Бір өзімнің шамам келмей ме деп қорқам. Алдияр тақсыр, ауа райын әйеліммен бірге болжауға рұқсат бересіз бе? Ал алдар көсенің әйелі сұмдық даукес екен. Күйеуі не айтса да оған қарсы сөйлеп есін шығарады. Тәттіні қышқыл, үлкенді кішкентай, ақты қара, жақсыны жаман дейді екен. Сөйтіп, алдар көсе әйел екеуі ауа райын болжайтын болады. Ертең күн ашық болады. Аспанда бұлт қаптап жаңбыр жауады. Бірақ күн ыстық болады. Жылы киіну керек, күн салқындайды. Бірақ ақырында бұлт сейіліп, күн шығып, және күн күркірейді. Екеуі қарама-қайшы нәрсе айтқандықтан болжамдары әрдайым жартылай жүзеге асады екен. Хан алдар көсе қулығын асырғанын аңғарып, оған жаңа сынақ бермекші болады. Мен соғысқа аттанайын деп тұрмын. Қане, алдын ала болжамыңды айтшы. Мені жеңіс күтіп тұрма, әлде жеңілем бе? Алдияр тақсыр, кешіресіз. Бірақ мен ондайды болжай алмаймын. Керісінше менің есегім ондайды оп-оңай болжайды. Егер есегім қазір басын шайқаса, онда соғысқа барудың қажеті жоқ. Ал егер изеп жатса, қорықпай аттансаңыз болады. Ақымақ, есекті тыңдайтын ақымақты тапқан екенсің. Бәрің аттарыңа қоныңдар. Кешікпей шабуылға шығамыз. Сөйтіп хан соғысқа аттанып, үлкен жеңіске жетіпті. Қайтып оралған соң, үлкен той жасайды. Сол кезде болжамға сеніп қалғанымда, мұндай орасан жеңісті бүгін тойламас едік. Соғысқа барудың қажеті жоқ дегеннің дереу басын алыңдар. Сорлы есегім-ай, неге ғана қате болжадың, Енді ол қылығың үшін басыңды шабам деп тұр ғой. Ай, ақымағым-ай, ақымағым-ай. Ей, алаяқ неме, енді мені алдай алмайсың. Егер маған тигізер пайдаң жоқ болса, жендеттердің қолына тапсырам. Хан ием, мына есегімнің басын шапқызбасаңыз, оған адамша сөйлеп үйретейін. Иә, оны немен дәлелдейсің? 10 жылдың ішінде мына есегім адамша сөйлеп кетпесе, өзім келіп басымды шаптырам деп уәде берем. Жарайды, болсын дегенің. Чö, мен алдармын, сақалымда ұталдарым. Шайтанды да, шайтанды да алдадым. Алдар, тағы қайда барасың? Бір күн үйде отырмайсың. Есегіңе әріп үйретіп,
сауатың қашан ашасың? 10 жыл дегенің көзді асып жұмғанша өте шығады. Онда басыңнан айырыласың ғой, сорлы. Қорықпа кемпір, 10 жыл дегенің бір сыпыра уақыт қой. 10 жыл бітем дегенше не есегім өлер, не хан ауысып кетер. Оған басыңда ұтпай-ақ қой. Мен алдармын, сақалымда талдармын, сусыз жерде өсемін, сондықтан да көсемін. Назначил хан алдары көсе предсказателем. Хан алдар көсені болжаушы етіп қойыпты. Хан алдар көсені болжаушы етіп қойыпты. Их предсказания всегда наполовину сбывались. Олардың айтқан болжамдары әрдайым жартылай келіпті. Олардың айтқан болжамдары әрдайым жартылай келіпті. Что меня ждет? Победа или поражение? Мені алда не күтіп тұр? Жеңіс пе, әлде жеңіліс пе? Мені алда не күтіп тұр? Жеңіс пе, әлде жеңіліс пе? Пройдоха, ты меня больше не обманешь. Алаяқ неме, енді мені алдай алмайсың. Алаяқ неме, енді мені алдай алмайсың. За 10 лет научу осла разговаривать. 10 жылдың ішінде есегіме сөйлеуді үйретем. 10 жылдың ішінде есегіме сөйлеуді үйретемін. За это время либо хан сменится, либо осел сдохнет. Оған дейін не хан ауысып кетер, не есегім өлер. Оған дейін не хан ауысып кетер, не есегім өлер.